Сәлем құрметті көрермен, мен есімім Ақерке, каналыма қош келдіңіздер. Мен әдебиеттанушымын және бұл каналда біз еркін тақырыптарда кітап оқу мәдениеті, кітап оқу әлемі, кітап оқу туралы, жалпы әдебиет туралы, өнер туралы еркін отырыста пікір таластырып әңгімелесетін боламыз. Егер осындай тақырыптар сізді қызықтыратын болса, онда міндетті түрде каналға жазылып, пікір қалдырып отырыңыздар. Бүгін мен сіздерге кітап оқу лайфхактары туралы айтқым келіп отыр. Яғни өз тәжірибеме сүйене отырып, маған көбірек кітап оқуға, немесе назарымды толық аударып кітап оқуға, кітаптан нәрленуге ықпал ететін көмекші құралдар туралы сіздерге айтып бөліскім келіп отыр. Біріншіден, мына дүниені еске сақтап алу керек, немесе қабылдау керек, өзіміз үшін анықтап алу керек. Біз не үшін кітап оқимыз? Қазіргі заманда, ақпарат толы заманда біздің айналамызда қаншама ақпарат бар. Керексізі, керегі бар. Жалпы ақпараттық қоқыс деген терминді кеңінен таралып келе жатыр. Соның ішінде өзіміздің тұлғалық қалыптасуымыз үшін, тұлға болып қалыптасуымыз үшін мәдениетті адам ретінде болашаққа нық сеніммен жүретін, халқына қызмет ететін, мінезін қалыптастыруға көмекші құралдардың бірі кітап екенін қаншама ғасырлар бойы адамзат мойындап келе жатыр. Бірақ бұл жерде сіз үшін маңызды бір дүниелерді нақты реттеп алу керек. Біріншіден, сіз қандай кітап оқисыз? Мен мысалы тек қанақ деп қоймайын, басым бөлігі өзімнің ішкі дүниеме, рухани дүниеме сай параметрлерге қарап, әдеби көркем кітаптарды оқыған жақсы көремін. Себебі бала кезімнен жақсы көріп өстім, ертегілерді, аңыз әфсаналарды. Менің әкем әдебиетші, кішкентай кезімізден бізді осы кітап оқуға баулып өсті. Бірақ бұл бәріне келе беретін критерий емес. Сондықтан да мүмкін сіз бизнес, психология, ғылым, немесе білім саласында өзіңізге қажетті экономика, туризм, немесе экологияға қатысты кітаптарды жақсы көретін шығарсыз. Non-fiction бағытындағы кітаптарды жақсы көретін шығарсыз. Бұл жерде ешкім шектеу қоя алмайды. Себебі сіз өзіңізге қажетті дүниені табасыз. Бірақ мен мына дүниені айтып өткім келеді. Қазіргі таңда көбінесе дүкендерде жаңағы ұсынылатын кітаптардың көбісі нәрсіз кітаптар деп айтуға болады. Неге? Себебі қазір кітап оқу бір белгілі бір деңгейде сәнге айналды. Бұл жағымды жақтар бар. Кітап оқуға әркім талпынады, бірақ не оқу керек? Сондықтан да өзіңіздің бағытыңыздағы кітаптарды табу үшін мамандардың кеңесін тыңдауға ұсынар едім. Мамандардың деген қандай? Мысалы, сіздің бағытыңызда мамандығыңызға байланысты, немесе қызығушылық алаңыңызға байланысты кітаптарды кеңес беретін адам, ол сол салада жұмыс істейтін академиялық орта. Яғни мұғалімдер болуы мүмкін, ғалым азаматтар болуы мүмкін, танымал тұлғалар болуы мүмкін, әнші жұлдыздар емес, нақты сол салада әжептәуір білім жолында академиялық білімі бар адамдар. Яғни компетенциясы жоғары азаматтар. Бұл қиын емес, негізі шынымен де университет кезінен бастап, немесе мектеп табалдырығынан бастап, сіз өз бейіміңізге қарай ұнаған бағытта интернеттен, қазір міне сол үлкен жаңағы жағымды жағы, интернеттен қарап біліп іздестіруге болады. Сұйығы кетіп тас қалады, сол ең нәрлі әдебиеттер тізімін өзіңізге жасап алған жөн деп ойлаймын. Себебі анау айтты екен, мынау айтты екен деп әртүрлі қайнар көздеріне жүгіре беру, бұл сізді қажытып шаршатуы мүмкін. Және көп жағдайда дұрыс емес, негізсіз жаңағындай білімді қалыптастыру мүмкін. Одан бөлек, мен өзім ойымша жеке пікірім, әрине де әр адамның әдеби көркем мәтін оқуға бейімі бар. Тек сіз өз жанрыңызды, өз бағытыңызды, өз әдебиетіңізді табуыңыз керек. Ең алдымен әрине де бұл сіздің ана тілінде жазылған әдебиет болу керек.
мүмкін сізге бәрі ұнамайтын шығар, бірақ соның ішінде сізге поэзия ма, проза ма, нақты бір автор, ол көне дәуір әдебиетіндегі нұсқалар болуы мүмкін, 20-19 ғасыр, немесе содан кейін бағыт ала отырып, өзі ана тіліндегі әдебиеттен бағыт ала отырып, шетел әдебиетіне жол ашу. Мен ойымша, бұл тек қана қазақтарға бағытталған нәрсе емес, әлемнің әр түкпірінде қалыптасқан тенденция, адам өзі нәр алып өскен, қанына сіңіп өскен тілінде алдымен жақынырақ қабылдайды ақпаратты, әдеби көркем мәтіндерді. Сондықтан да содан негізді және діңгекті құрап алып, әрі қарай жаңа белестерді бағындыруға болады. Менің мамандығым орыс тілі әдебиеті болғанмен, мен үшін ең алдымен әрине де қазақ әдебиетінің белесі биік тұрады. Алдымен мен қазақ ертегілерін оқып өстім, қазақ мифологиясы, әфсаналары, қазақ фольклорына қанып өстім, кішкентай кезімнен айтыс көріп өстім, қазақ поэзиясын сүйіп өстім. Мен үшін Абай тек қана мектепте немесе университетте жаттанды, Абай атамыз айтқандай деген формулировкаға сай келмейді. Мен үшін Абай шынымен де өте күрделі, сонымен қатар өзім жаныма жақын психологиялық дүниемді шынымен де ағартатын, нәрлендіретін һәм нұрландыратын дүниелердің бірі, яғни Абай әлемін айтып отырмын. Бірақ сол қазақ әдебиетінің нәріне қанып өскеннен кейін әлі де жалғастырып келемін әрине де ізденістерімді. Мен осы шетел әдебиетіне де көз сала бастадым. Телефонның дауысын өшіруді ұмытып кетіппін. Соның ішінде өзім сол бағытта мамандығымды таңдап, қазіргі таңда жұмысым өзіме үлкен қуаныш сыйлайтын бір іске айналды. Кітап оқу лайфхактары. Интернеттен арнайы алып қарамадым, себебі қазір әртүрлі нәрселер айтып жатады, мысалы тез оқу әдістері деген сияқты. Бірақ мен ойымша, сіз ең бірінші кітап оқу туралы мәлімет іздегенше алдымен отырып кітап оқу керек. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз бір орынға отырып, кітапты қолыңызға алып, соған уақыт бөлу. Әрине, қазіргі таңда интернет, әлеуметтік желілер көп болғандықтан, және оның ықпалы да зор, бір жағынан жағымды да жақтары болғандықтан, біз көңіліміз әрқашанда алаңдап отырады. Сондықтан да өзіңізге аптаның ішінде 7 күн бар, сол 7 күннің біреуін, немесе тәуліктегі 24 сағаттың 1 сағатын кітап оқуға арнауға сіз өзіңіз миыңызбен, санаңызбен келісу керексіз. Өз-өзіңізбен келісіп алғаннан кейін ары қарай кішкене жеңілірек болады. Ұнатқан жанрларыңызды тапқаннан кейін, бағана басында айтып өткен, өзіңіз ұнатқан авторды тапсаңыз, оның үстіне берекелі бір уақытқа айналады. Бұғауларға қарамастан отырып, телефоныңызды өшіресіз бе, тыныш жер табасыз ба, немесе білмеймін, тәттілеп шай құйып аласыз ба, жаныңызға кофе аласыз ба, су аласыз ба, басқа да тәтті сусындар алып, өзіңізге жағдай жасап алу керек. Кітап оқу үшін жағдай жасап алу керек. Бұл менің ойымша мүмкін нәрсе, яғни мүмкін емес деген нәрсе жоқ. Сондықтан да осыны бір ойластырып қойсаңыз. Екіншіден, кітапты міндетті түрде қарындаштармен оқу керек. Міне алдымда бірнеше қарындаш тұр. Себебі мен әрқашанда кітапты алған бетте қолыма қарындашты аламын. Себебі әр кітапта сізге ұнайтын сөздер, ой түртпелер болып отырады. Сол ой түртпелерді тоқталып қалмай, мынаны қалай жаттап алсам екен, миға сондай позиция кетеді де, мынаны ойда сақтап алу керек екен, инсайт мысалы пайда болады. Сол сәтте сіз оқыған жерде тоқтап қалмау үшін кітапты сол жерді сызық қоясыз. Қарындашпен деген мен 90-шы жылдардан қалған әдетім. Негізі қазір көптеген текстовый выделительдер бар. Міне осындай кішігірім ғана
маркерлер. Осы маркерлермен мен өз кітабым болғандықтан, кітапхананың кітабын әрине құртуға болмайды, бірақ өз кітаптарым болғандықтан, сатып алғандықтан, өз жеке кітапханам болғандықтан осындай кішкентай текстовый выделительдерді қолданамын. Негізі тағы да бір дүние бар, мен бұны Әмірхан Балқабектің кітапханасынан көрдім. Шатаспасам, Марфуға Шапян бір блог түсірді ғой деймін, Әмірханның жаңағы кітапханасы деген. Сол жерде Әмірхан аға әр кітапты түс-түсімен бөліп оқиды екен. Мысалы, егер осындай сары түстес, қызыл түстес кітап болса, онда міндетті түрде осы іспеттес түстерді қолданады екен, маркерлерді. Бұл өте керемет дүние. Бұл кітапқа деген құрмет, біріншіден. Екіншіден, енді мен өзім ойымша, екіншіден, сіздің ойларыңызды жүйелейтін, істеріңізді, іс-әрекеттеріңізді жүйелейтін бір әдіс. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Тағы да бір блогерлерден көрдім. Кітапты, мысалы, тек қана сізге жай ұнаған цитата болса, бір түспен, ойланатын проблемалық сұрақ болса, басқа түспен, немесе келіспейтін дүниелер болса, басқа түспен өстіп алмастырып отыруға болады екен. Бұны да лайфхак ретінде қолдануға болады, бірақ мен өзім жалпы Әмірхан аға сияқты бір түспен кітаптың сыртқы бейнесіне қарап осы маркерлерді қолданамын. Одан бөлек міндетті түрде стикерлерді қолданамын. Менде бұны қолымда көріп отырғаныңыздай жазбаларға арналған көптеген стикерлер бар. Шынымен де бұл үлкен көмекші құрал. Себебі сіз кітаптың, мен мысалы кітаптың шетін қайырғанды жек көремін. Жалпы кітапқа үлкен құрметпен қараймын. Өйткені бұл экологиялық продукт, өнім. Бұл үшін қаншама қаржы бөлінеді, ақша бөлінеді. Сондықтан да жаңағы ағаштар қиылады деген сияқты. Сондықтан да әр кітапты оқып тұстауға тырысамын. Және мен өзім бір үлкен арманым, менің кітапханам өз отбасымда, бауырларымда бір сақталып қалса екен, немесе мүмкін үлкен жетістіктерге, белестерге жетіп жатсақ, осы кітапхана жаңағы жоғалып кетпей бір қызмет етсе екен. Немесе студенттерге беруге, оқитын азаматтарға қолына берсеңіз, бұл деген жаңағы сабақтастық. Одан кейін міне қарап отырсаңыздар, әр оқыған кітаптардың ішінде, қазір жақындатып көрсетсем, стикерлермен әртүрлі заметкалар жасалған. Бұл заметкалар сіздің, өкінішке орай, біздің заманымыздың ағымы тез болғандықтан, және мысалы мен өзім жеке есте сақтау қабілетін төмендеу. Сондықтан да кітап үстінде, кітап оқу барысында айтылған ойлар, өз-өзіне айтқан ойлар, келген ойлар, бір идеяларды сақтап қалу үшін міндетті түрде осындай стикерлермен белгілеп қоямын. Дәл бағана айтып өткенде стикерлерді де дәл солай бөлуге болады. Мысалы, қызыл түсті стикерді маңызды сұрақтарға немесе қайта оралам деген жерлерге көк түсті стикер жапсырып, осындай өзіңізге әдіс ойлап табуыңызға болады. Бірақ мен дәл ондай нәрселерге бармаймын, себебі тез оқуға тырысамын және ойларды әртүрлі қолыма қандай стикер түседі, сол стикерлермен белгілеп кетуге тырысамын. Осындай кішігірім ғана лайфхактар және одан бөлек өзіме маңызды тұтатын және қандай да бір еңбекті қажет ететін дүние, бұл оқырман күнделігін жүргізу. Мен мысалы бала кезінен күнделік жүргізу, ойларымды жазып жүру, жалпы жазуға дағдыланғанмын. Сондықтан да оқыған кітаптарым барлығын, әдебиетке қатысты, мәдениетке қатысты дүниелердің барлығын тыңдамаған лекциялардан бөлек өзім жеке күнделігім ретінде осылай жазып отырамын. Бұл үшін әжептәуір көп дәптерлер жинақтадым. Мынандай нәрсе бар. Бізде Сорбоннан бір мұғалім келіп, сонда осындай дәптерлерді көргенде айтқан, лекцияны дәптерге жазуды қойыңдар, компьютерге жазыңдар. Сондықтан да кейбір лекцияларым, менің кітапта жазылған ойларым ноутбугымда жазылған. Бұл негізінде өте қолайлы. Себебі
сіз дайын тұратын дүниеде, мысалы оны кейін мақала қылдырып жазсаңыз да, немесе кітап ретінде бір жинақтасаңыз да, жазбаларыңыз электронды нұсқасы сақталады, яғни көшіріп отырмайсыздар. Бірақ мынау бағана айтып өткендей 90 жыл туған балалардың бір осыған қатты байланып қалған бір рухани байланысым бар. Дәптерлермен әр ойды қаламмен дәптерге жазып отырғанды жақсы көремін. Бұдан бөлек, мысалы, мынау кітаптарға арналған оқырман күнделік болса, менде тіпті фильмдерге арналған дәптер бар. Бұл дәптерде қазір жақыннан көрсетемін. Мен қараған, көрген фильмдерді, олардың режиссерларын, олардың авторларын, сценаристерін белгілеп отырамын, ұнаған тұстарын конспектлеп отырамын, былайша айтқанда. Кейде уақытым болып жатса, кейбір ұнаған сценаларын жаңағы распечатка жасап, принтерден шығарып, осылай өзіме қалдырып отырамын. Бұл жерде де мен үлкен түрлі түсті қаламдарды қолданамын, стикер, тағы да наклейка, яғни өзінің жұмысымды барынша реттеуге, жазбаларымды жүйелеп реттеуге тырысамын. Осы іспеттес лайфхактар тек кітап оқуды жетілдіруде қолданып жүрген әдістерім осы. Қазіргі заман тілімен айтқанда лайфхактар, әдіс, құралдар. Міндетті түрде өзіңізде қолданатын құралдарды жазып өтіңіздер. Интернеттен іздеп қарасаңыздар, басқа да лайфхактар табуға болады, өте қызықты. Сосын мынандай тағы да нәрсе бар. Жаңағы концентрация, назарды жаттықтыру үшін әртүрлі жаттығулар жасауға болады. Мәселен, мен бала кезімде ағам үйреткен, үлкен ағам үйреткен, боксқа барып жүргенде жаңағы концентрацияны жаттықтыру үшін қолмен әртүрлі жаттығулар жасайды екен. Соның бірін мен мысалы мектеп кезінде де, студент кезінде де бос уақыт болса, мысалы жаңағы қолымда кітап болмай қалса, немесе күтіп отырған кезде, очередьте тұрғанда кезде мен сол жаттығуларды жасай бастаймын. Мәселен, міне осындай лайфхак бар. Бұл сіздің вниманияңызды, назарыңызды, концентрацияны жақсартуға көмектесетін лайфхактардың бірі. Яғни міне әр саусақтарыңызды алмастырып, бірінші 2 саусақпен осылай тез жасауға болады. Басында бұны тез жасау мүмкін емес, тіпті жасау да мүмкін емес сияқты болып көрінеді, бірақ үйреніп кетесіз. Осындай дүниелер маған есте сақтау қабілетімді жақсартуға және кітап оқып отырғанда басқа нәрселерге, бөтен нәрселерге ойымды бөлмеуге көмектеседі. Бұдан бөлек, мен универде отырғанда, дәрістерде отырғанда, кейде ұзақ дәрістер болады, кейде тыңдап отыру керек болады. Сол кезде тағы да өзін барынша уақытты пайдалы өткізу үшін қолыма қаламды алып, дәл сол осы боксерлерде осындай жаттығу жасайды екен, сол қаламды бұлай айналдырып отырамын. Бұл да миға жақсы жұмыс істеуіне, есте сақтау қабілетін жақсартуға көмектесетін көмекші құралдардың бірі. Бұл енді тек бер жағы ғана. Егер сіз осы іспеттес жаттығуларды интернеттен іздесеңіз, одан да көбін табасыз. Мен өзім бала кезімнен үйренген заттарды сізге айтып отырмын. Мәселен, жақында маған тағы да бір жаттығуды айтты. Мына 2 саусақ, сосын былай, осылай отыр концентрация жасайсыз да, осыны ауыстырып отыруға тырысасыз, яғни былай. Бұны мен жасап әлі үйренген жоқпын, бірақ бос кезімде немесе таңертең оянғанда осыны міндетті түрде жасап отыруға тырысамын. Көрдіңіз бе, саусақтар тыңдамайды, себебі біздің ойымыз бөлініп отырады. Өзімізге жаттанды емес дүниелерді жасау әрқашанда біздің миымызды жетілдіруге көмектеседі. Яғни жаңа форматта ойлау, жаңашыл ойлауға сіздің жаңағы миыңызды жаттықтырады. Дәл сол сияқты осыны сіз мысалы қайталап жасағаннан кейін, егер тез жасай бастасаңыз, арасында осындай шапалақты қосып отыруға болады. Мен де осы кітап оқуға туралы лайфхактарыңызбен бөлісіп отырыңыздар, пайдалы ақпарат болды деген сенімдемін. Бұл менің бала кезімнен өзімде қалыптасқан бір дәстүрлі әдіс құралдардың тізімі.
Жақсы күнде жүздескенше міндетті түрде пікір қалдырыңыздар. Егер осы каналды қарап жүретін азаматтар болса, азаматшалар болса, міндетті түрде өзіңіздің есіміңізді айтып кетіңіз, танысып, білісіп, бірге кітап оқып, ойларымызбен бөлісіп, қазақ жастарының арасында зиялы қауымның қалыптасуына кішкене болсын бір өзіміздің үлесімізді қоса кетейік. Сау болыңыздар.